Ғашықтар. Ильяс Есенберлин. Оқыған Дүйсенкүл-Дана. 1 бөлім. Бала кезімде жұрт менің әжемді қара кемпір деп атайтынына таң қалатынмын да намыстанатын едім. Маған әлемде осынау бір шүйкедей бет-аузы шандыр-шандыр қарданадан ажарлы, одан сымбатты жан жоқтай көрінетін. Оның құлыным деп көз-көз қолымен басынан сипағаны маған зор қуаныш, үлкен бақыт болатын. Дөрекілеу келген даусының өзі жаныма жағып, көңілімді шалқытып қоя беретін. Әкем соғыста, шешем аурудан дүние салды. Кішкентай қарындасым Базаргүл екеуміз сол бір шүйкедей қара кемпірдің қолында қалдық. Бейшара, біз ер жеткенше жарға құлағы жастыққа тимей, жазылып жастық, иіліп төсек болды бізге. Қанаттыға қақтырған жоқ, тұмсықтыға шоқтырған жоқ. Қатарымыздан қалдырмай маған орта мектеп бітіртті. Ленинградтағы Репин атындағы институтқа түстім. Қарындасым Базаргүл 7 жылдықты тауысып, сурет өнері техникумына кірді. Ойлаған мақсатымызға жеттік-ау. Әйтеуір, ағалы қарындасты студент болып шыға келдік. Көктем гүліне ұмсынған нәрестедей қуанышымызды қойнымызға сыймай мәз-мейрам болып та қалдық. Әттең, дүние, не керек? Қайғы дегенің не екенін сол жылы мен тұңғыш рет түсіндім. Ленинградқа келгеннен кейін бір ай өтпей сонау шалғайдағы Мыстаудан әжең қара кемпір қайтыс болды деген сұсты хабар алдым. Аяулы әжеме оқып адам болғаннан кейін қалайда бір жақсылық жасадым көрсету қаршадайымнан ойлаған менің ең үлкен арманым болатын. Бұл жөнде талай-талай тәтті қиялға шомылғам. Енді бейшара сол қызық күнде көре алмай кетті-ау деп жылай-жылай екі көзім білеудей болып ісіп кетті. Тырна ашуын қарғадан алады дегендей жүрегімді өртеп бара жатқан жан қасіретін екі көздің жасынан алдым. Сабағымды тастап ауылға жүріп кетейін десем қыс болып қалды. Оның үстіне хаттың жіберілгеніне өзіне талай күндер өтіпті. Бар қолымнан келгені сол жыл Алматыға оқуға барған қарындасым Базаргүлге тоқтау айтып хат жаздым. Бұ да қарбалас қой, әйтпесе қайғыны хатпен басаларсың ба? Ондай қайғының орнын тола ма? Әлбетте толмасы керек. Содан кейін көрген қайғым Базаргүл қайғысы болды. Жоқ, оған ештеңе де болған жоқ. Зыр қағып, ойнақ салып жүр. Өзі де айтса қалғандай сұлу, өте әдемі, сүйкімді болып ер жетті. Төңірегінде жігіттер шыбын шайымелейді. Бірақ дегенмен ретімен айтайын, я? Мен Репин институтын бітіріп, мүсінші мамандығын алып, жақында салынып біткен жаңа өндіріс Мыстау қаласына қызметке келдім. Осы қалаға Алматыдағы сурет өнері техникумның бітіріп, Базаргүл келе қалды. Көктен тілегенім жерден табылды. Мен жұмысшы жастарға мүсін ою өнерін үйретемін. Базаргүл халық театрының суретшісі. Екеумізге қаланың ортасынан жаңа салынған 5 қабат үйден 2 бөлмелі жеке-жеке пәтер берді. Екеуміз де бірден бір 2 бөлме бөлек тұрамыз, бірақ бірімізге біріміз қас қабағымызға қарап бас көзбіз. Әсіресе ағалығымды пайдаланып ақыл айтатын менмін. Ақылыңды тыңдар адам болса әрине, ақыл айтқан жақсы ғой. Өсиетімді тыңдайтын адам табылғанға мен әбден сөзуар болып кеткен. Қағылеттілігім менің ақылымнан әбден мезі болған қарындасым бір күні аяла қызара отырып келесі аптада Әбілқас екеуінің үйлену тойы болатынын айтты. Төбемнен жай түссе мұндай саспаспын. Мұны Әбілқастан күтпедім. Базаргүлден күткен жоқпын. Ол маған әлі де болса жас баладай көрінетін. Білсем Әбілқасты үйімнен маңайынан жолатам ба? Білмей қалдым ғой. Әрине бәріне де өзім кінәлімін. Мыстауда менен басқа мүсінші жоқ. Сондықтан алда-жалда қайтыс болған адамның үй іші оның бейнесін ескерткіш етіп алып қалғысы келсе, өлген жанды сойып тексеретін патанатомия ассистенті Әбілқас арқылы мені шақыртатын. Мен келіп гипспен өлген адамның маскасын аламын, артынан барып оны мүсінге айналдырамын. Әбілқаспен мен осы өнерім арқылы таныспын. Онымен
патономологиялы бөлімінде, кейде мүрдеханада кездесіп қаламын. Осындай бір кездесуден кейін мен оны үйіме ертіп келдім. Ойымда ештеңе жоқ, қарындасыммен таныстырдым. Сөйтсем, ол соңғы кезде оны-мұны сылтауратып біздің үйге келгіштеп жүруші еді. Сөйтсем, қарындасымнан ортақ тіл таба қойыпты. Әсіресе Базаргүлге таңғалам. Тойлары болуға бір апта қалғанда, ләм десейші. Бар сырым бүгін білдім. Бұдан кейін бірге туған қарындасыңа қалай сеніп көресің? Әрине, бұлай деуім ашу емес, жай өкпе назым ғой. Мерфи айтқандай, болуға тиісті іс болмай қоймайды. Қарындасым өмірлік жолдасын тапқан екен, күйеуге шықпай қоймайды. Бұл жаратылыстың заңдылығы. Оған қарсы тұру оғаштық. Тек соншаға қуанышым менен жалғыз ағасынан қалай жасырып келді екен. Мүмкін күні бұрын білдірмегені де орынды болар. Өйткені махаббат деген іштей бықсып тұтанған бір от мәнзілдес дүние ғой. Әбден қызуы жетпей сыртқа шығарудың қажеті қанша? Сөйтіп белгіленген күні Базаргүл мен Әбілқастың үйлену тойы болды. Бізге тілектес адам мұндай көп болар ма екен? Кішкентай 2 бөлмеміз бен ас үйіміз қонақтарға лық толды. Бәрі жарастықты, сыпайы киініп келген, бәрі де қуанышты, ал Әбілқастың қуанышында тіптен шек жоқ. Жерден 7 қоян тапқанда екеуі 2 құлағына жетеді. Байқаймын, ел салтын ұстап, күйеу бала сияқты байсалды болғысы келеді, бірақ көңілді кернеген қуаныш онысына ерік берер емес. Жымың етеді. Базаргүлде ұялады, төмен қарайды, қуанышын жасырған болады. Әйтсе де бойында ізгі сезім билеп алғанда, көз қарасынан жалт еткен шаттықтың ұшқынынан аңғарып-ақ қоясың. Осыншама жұрттың ішінде қуанышқа берілмеген көңілі жүдеу тек менмін. Бұл жалғыз қарындасымның қызы ғой. Қуанайыншы деп өзімді-өзім қанша қинасам да, көңілім бір сергімей-ақ қойды. Расын айтсам, өмірімдегі маған деген бір оғаш нәрсе де осы тойдан басталды. Әрине, мен мұнда оғаш деген сөзді біреуге жақсы көрген ұнамды мағынада айтып отырмын. Енді той жайына келейік. Үй толы, қонақтың бәрі Әбілқас пен Базаргүлдің таныстары, достары. Мен танитын бірде-бір жан жоқ. Мен үшін бәрі бөтен. Және бәрінің де ойы қазақтың досының асын жауындай же деген ескі қағиданы орындау секілді. Алдарындағы ас қойылған табақтар мен сұңғақ мойын шапшаң шөлмектерінің босап қалғанына қарағанда жиналған жұрттың дос екеніне күмәнім жоқ. Біріне бірі соғыстырылған рюмкелер, сыңғырлаған күлкі, үй іші уду. Біреу аш кеңірдегімнің қысып ұстап алғандай. Тек менің ғана тамағымнан бір түйір нәр өтетін емес. Ас ішіп әуре болмаған соң бар ермегім осынау бейтаныс жұрттың аңысын аңдып, соларды байқау болды. Бұл менің мүсіншілік мамандығыммен ұласқан үйреншікті әдетім. Кімнің бетінен қандай мүсін істеуге болар еді? Тек екен ғой, егер мына келіншектің көзі мен маңдайына сонау шеткі қыздың мұрны мен аузын берсе, маған нефритті келбетін көруге болар еді. Жоқ, оған әлі анау ашық жағалы көйлек киген аққұба әйелдің де мамықтай, мәрмәрдай ұзын мойны жетпейді. Оның үстіне мен сияқты адамның ішкі дүниесіне құмар жанға өзгенің бетіне үңілудің өзі бір ғанибет емес пе? Ғажап, өте ғажап. Сыртына қарап түңілме дейді қазақ. Мұнысы адамның сырт бейнесіне қарап ішкі дүниесін аңғаруға болмайды дегені ғой. Расында солай ма? Кісінің ішкі дүниесі сыртқы бейнесі сәйкес келмей ме? Бұл екеуінің арасында табиғи байланыс жоқ па? Жүрек, ой, жан, сезімнің толқындары адамның сыртқы қимылына, әрекетіне із қалдырмай ма? Сырт бейне мен ішкі дүниенің арасында көзге көрінбес табиғи байланыс бар емес пе? Ол байланыс кейде өзгеруі мүмкін, бірақ жалпы жан сезімінің биологиялық тұрғыда бірін-бірі анықтайтын, бірін-бірі толықтыратын табиғи құбылыстар болуы сөзсіз тәрізді. Витринада не тұрса дүкеннің ішінде де соны көресің ғой. Бұл байланысты таба білу мен секілді мүсінші суретшілерге қажет-ақ. Адам бейнесінен оның ішкі дүниесінің сазын ұға алмасаң, жағасын мүсіннің ешкімге әсер етпейтіні құртас бейне болып шығады. Сондықтан мен жан-жағымдағы адамдарды түбегейлі ұғу үшін ажар әлпеттеріне үңіле қараймын. Қараған сайын неміс жазушысы
Бехтенберг айтқандай, алғашқы көз тастағанымда өзгелерден еш ерекшелігі жоқ осынау бейтаныс адамдардың беттерінен тек өздеріне ғана тән, өздерінің ғана бейнелерін ашатын ерекшелігін көбірек таба бастаймын. Адам беті оның құбылысы, оқи білген жанға алуан сыр ашатын тамаша бір қияли ғажайып кітап. Кісінің көзінен қияға шомғанын, қайғы-мұңға берілгенін, ерінен қуанғанын, ренжігенін айғыруға болады. Қарсы алдымда отырған жандардың ешқайсысы қандай да жағдайда екенін менің де білгім келеді. Өз зерделілігімді кейіпкерлерге қарап қандай адам екендерін оқуға тырысам. Бәрін де беттеріне үңіле түсем. Үңілген сайын қуанам. Қобалжимын. Міне менің қарсы алдымда үлкен сопақ бетті маймылға ұқсаған біреу отыр. Бұл адамды бұрын көрген емеспін, бірақ өте бір таныс адам тәрізді. Несі таныс? Жаңа түсіндім. Оның маған тісін ақсита қарап, құлағын жымырайта күлімсіреген таныс екен. Оны былтыр хайуанаттар паркінде шимпанзені көргенмін. Түсінік беруші әйел маймылдың күлімсіреуі адам баласының қылығында емес, ашуланғанын, ызаланғанын білдіреді деп мәлімдеген. Арғы ата-бабамыз маймыл бізден қандай алыс болса, мына кісі құр адамша киініп, адамша сөйлегені болмаса, мінез құлық сезімін жағынан бізден соғұрлым алыс болу керек. Одан маймылдың нелер қылығын кездестіру ғажап емес. Бетінде бұл кісіден жалт бұрып жанындағы қызға қараймын. Қараңғы үйден кенет жарық көшеге шыққандай боламын. Жарық сәуле сөзімді шалғыстырмағандай абыржып, сәл үнсіз мүлгіп қаламын. Бұл аққұба, сымбатты, жұп-жұмыр қас мойын, бота көз сұлу жан. Жасы 25 шамасында. Киген киімдері де келісімді. Еркек көзіне тез шалынатын мүшелерін қынап, торсида анықтай көрініп тұр. Базаргүлдің танысы екен бұл. Сән ательесінде киіммен жаңа үлгілерді киіп, жұртқа көрсетуші болып істейді екен. Мұндай сұлу қызға жарасқан киім өзге елге жарасар ма екен, жоқ па? Онысын өздері білсін, әйтеуір аты ұл болсын. Өз атын жаңа үлгімен Оля яки Олики деп қалай өзгертпей жүргеніне таң қаласың. Бұрын бір рет естіп көрген адам деген сыбысты құлағым шалып қалғаны бар. Бірақ оған мән берген емеспін. Өйткені бұл дүниеде ұл болсын бар ма жоқ па, ол жағы еш уақытта ойыма да келген емес. Ал қазір ажарынан көзімді алғым келмей қалды. Мені сонша тартып бара жатқан қандай күш, қандай құдірет екен. Енді ғана аңғардым. Бұның күлімсіреген бейнесі, күлімсіреген түрі Джакондадан аусайшы. Атақты Леонардо да Винчи Мадоннасының құпиясы сырлы күлімсіреуін ерінің бір шетінен сәл көтерілумен ғана беріп тұрған жоқ па? Ол болсын да іштегі құпия жылы тәтті ойын сәл жоғары көтерген ерінің бір шетінен көрсетіп отыр. Оның да мөлдір бота көзінің қиығы Сикста Мадоннаның көз қиығындай сәл шетке аударылып, адам көңілін бір ғаламат сән салтанатқа бөлейді. Оқушым мен қыз жібек баян сұлулардың суретін көрген жоқпын. Сондықтан ұл болсын бейнесін өзім көрген суретпен салыстырып отырмын. Мені ерекше таңғалдырғаны сұлулық бейненің қайталануы. Бұдан 500 жыл бұрын салынған суреттің әдемі нақышы бүгін тірі ұл болсыннан табылғаны. Алдымдағы сұлулыққа бас ұрғандығым ба, әлде жүрегімде басқаша бір толқын туғандықтан ба, әйтеуір бойымда бір жылы тәтті сезім билеп, ұл болсынға қарай бергім келеді. Қараған сайын жан жадыратар сымбатты қасиеттер табамын. Әлден уақытта барып, ұл болсының көз қиыға аударылама берген жаққа қарамағанда осы таңдауымен бүкіл кешімді өткізер ме едім, әлде қайтер едім? Қарауын қарасам да бойым тағы тітіреп кетеді. Төр жаққа осы қаланың белгілі адамы былтыр ғана Алматыға кафедрасын тастап келген патономия профессоры Шерубай отыр. Бұл Әбілқасымның әрі ұстаз әрі бастығы. Тойға да сондықтан шақырылған. Жасы 50 шамасында, бетінде қан сөл жоқ. Қатпар ұзын бойлы арық кісі, үлкен басы, ойлы көзі ақылды адаммен аңғартқандай. Әйтсе де мүмкін көңілімде аударған оның ашаң түсі, шыр жұқпаған арықтығы, ауру емес 50-ге келгенше тарымыстай қатып қалуы не себеп болған?
юлий цезарь арық жүдеу адамдардың іргесінен аулақ салуды дұрыс көріпті. Не үшін? Бұндай адамдардың үйлеспейтін қандай жат пиғылы бар? Шерубайда сондай бірдеңе бар ма? Әлде тым баққұмар ма? Жоқ, сорақы әдет өзіне де жұртқа да маза бермей ме? Әрине, ондай қасиетті болса, семіру өте қиын. Мен ой ырғағына жетіп үлгергенше рюмкасын көтеріп ұстазының жанына Әбілқас келді. Әрине, мен оның тойы болып жатқанда қалыңдығының жанында отырмай шошаңдап қалғанын ұнатпай қалдым. Үйлендіріп отырған Шерубай емес қой. Әбілқастың бұнысы жағымпаздық деген шешімге келдім. Енді күйеу баланың бетіне үңілдім. Бұл да хирург, институтты былтыр ғана бітірген, 25 шамасында, тар маңдай, сары көздеу. Әлі есімде, институтта жүргенде Наполеонның өзін әлденеше рет алдаған министр Фушеннің мүсінін салғаным бар. Оның маңдайы да дәл Әбілқастікіндей ұшақ елі болатын. Бұл да сондай опасыз қу болып жүрмесін несін. Бірақ қу адамдар ақылды болады деседі ғой. Мүмкін Әбілқас ақылды шығар. Әйткенмен, маған оның қылқиған үлкен құлағына ұнамайды. Гректің көне сөз заманындағы пәлсапашы Плиний үлкен құлақты адам ақымақ болады дейді екен. Әбілқас ақымақ болса, Базаргүл сыпаттас уылжыған дарынды жасты қолына қондырып алар ма екен? Әй, сірә қарт Плиниймен қателескен секілді. Әбілқас ақылды адам болу керек. Жалғыз қарындасымның жүрегіне жол тапқан адамның ақылды болғанын тілеймін. Менің ойымды кенет күйеу баланың рюмкасын жоғары көтеріп, Шерубай аға, енді біз досымыздың асқан оқымысты аяулы Айсұлу Бейсенова үшін көтерейік деген дауыс естілді. Енді мен Әбілқастың қуысың-ау деген болжама бас едім. Өйткені Айсұлу Бейсенова Шерубай екеуі қызмет істеп жүрген қалалық емхананың бастығы еді. Сығырайған тышқан көз, телпек танау, семіз әйел орнынан күлімсірей түрегелді. Сократ өлгеннен бері торғай көз, телпек танау адамның данышпан шықты деген естіген жоқпын. Деп Бордон айтқандай, нақ бұл қалада мұндай асқан оқымыстыны құлағым шалмағандықтан семіз әйелге таңдана қарай қалдым. Шіркін-ай, өзінде жоқ қасиетті жұрт өзіне меңзеп жатса, қандай жайлы теді. Айсұлу Бейсенованың екі езуі екі құлағында жайнаң етеді. Бірақ Шерубай оның көңілінен су сепкендей басты. Жоқ, мен рюмкамды осы кештің салтанатты жаз түнінің жарық жұлдызы ұлбосын үшін ішемін деді. Бәсе, мен Шерубайдың арықтығынан босқа сезіктенбеген екенмін. Бұл қатыгез жан екенін осы жерде бір көрсетіп тастады. Айсұлу Бейсенова қызара түсіп, жұртқа күлкі еттің ғой дегендей Әбілқасқа оқты көзімен бір қарады да, оған сол керек орынсыз жарамсақтың сабазы ғой, отыра кетті. Дәл осы сәтте Шерубайға жаутаңдай қарап, қолындағы рюмкасын ұсына жұртқа үстіндегі жаңа үлгімен тігілген алтынға малынғандай сары көйлегін көрсеткісі келгендей ұлбосын орнына созылаңдап тұра берді. Сіздің құрметіңізге, деді де, ол даусы фарфор шыныдай сыңғырлап Шерубайға күле қарап рюмкасын көтере түсіп. Асқан оқымысты деген атқа ие болып қалған Айсұлуды әлгіде ғана қандай жек көрсем, енді Шерубайды да сондай жек көріп қалдым. Дарынды деп иін мақтаған біреулердің ішінен қарапайым адамға қалай болса солай масқаралай салатын өрескел мінез аз кездеспейді. Өзімде жұрт сондай дәрежеге жеткізбегендіктен бе қайдам мұндай қылықтарды кешірместей жек көремін. Осындай сезім билеп Шерубайды да мұқататын бір сөзді айтпай-ақ болып орнынан мен де түрегелдім. Бірақ дәл осы сәтте дәліздегі телефон шырылдады. Шерубайды шақырды. Ол сөйлесіп келді де киіне бастады. Кезекші дәрігерлер шақырып жатыр деді де ол Айсұлуға қарап, бір қатты жараланған әйелді алып келіпті, жедел жәрдем керек екен. Шерубай жұртқа басын сәл изеп қоштасты да шығып кетті. Маған үй іші кеңіп қалғандай көрінді. Енді орнымнан қайтадан отырдым. Жан-жағыма тағы да қарай бастадым. Адам баласының сырт бейнесіне, физиологиялық, биологиялық айырмашылықтарына қарай бірнеше түрге бөледі. Осы отырғандардың ішінде солардың қандайында болса табуға болады. Ұзынтұра, астениктерде төртбақ, гипертониктерде, момын пішінді семіздерде, қатқан қабақты жүдеулерде кездеседі. Бірақ менің көзім әлсін-әлсін ұлбосынға ауа береді. Оның өңінен
Джаконданың күлімсірегендей сырлы құпия белгілі әлі өшкен жоқ. Шерубай шығып бара жатқанда өзгере ме деп едім, өзгермеді. Тек басын изеп қоштасты да қала берді. Бетіне қанша үңілсем де ол маған көз қырында салар емес, тек бір-ақ рет қарағандай болды. Онда да сен қандай жігітсің дегендей сыпайы күлімсіреді де бұрылып кетті. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Айтылмаған құттықтау ішілмеген шарап қалмаған секілді. Менің де ойымнан өзім әуре болып отырғанда жұртта тарай бастады. Біраздан кейін үйде мен, Ұлбосын, Базаргүл, Әбілқас және солардың бір-екі қыз-жігіт жолдастары қалдық. Әдепкідей емес, бәрі де шаршаған тәрізді. Ешқайсында үн жоқ. Неге екені белгісіз, бар болғандары маған қарай береді. Бірдеме айтқылары келіп кеткен сияқты, бірақ айтуға бата алмай тұр ма? Нағыз жым ойнап отырған адамдар секілді. Олардың бұндай қылықтарына қызық көрген менде үн жоқ. Үндемесеңдер, үндемеңдер, көрейік, қайсымыз жеңер екенбіз дегендей болдық. Аз кем уақыттан кейін барып Әбілқастың жанынан шикіл сары бір жолдасы қозғалып қойып, «Ия» деді. Мен де «Ия» дедім. Адамды түрге бөлушілердің бірі Сиго деген ғалым, жазық маңдайлы үлкен басты адамды көп ойлайтын данышпан келеді дейді. Мен мырс етіп күліп жібердім. Дәл менің алдымда отырған осы қазанбас жігіт данышпан болса, онда Сигоның қарсы жағы топшаланатындай. Қарны үлкен адам тамақты көп жеп, басы үлкен адам көп ойлайтын болса, бұл дүние шіркін не болған екен. Әйтсе де қазанбас жігіттер тағы қозғалды. Қазанбас жігіт: «Сөйтіп енді», деді де ол маңғырап, «әйел бала бөтен жұртқа жаратылған деген осы. Сіз қарсы болмасаңыз, Әбілқас пен Базаргүл енді өз үйлеріне барсын, біз шығарып салайық», деді. Жүрегім шам ете қалды. Бір анадан, бір әкеден туған жалғыз бауырымды көне-көрнеу, біреуден туған жалғыз бауырымды біреумен бөліп кету, бөлісу деген өте қорқынышты еді. Бұл енді бізден мәңгі айырылуымыз. Бұрын Базаргүлге ең жақын адам мен болса, мен оған ең жақын адам мынау отырған тар маңдай Әбілқас. Әділеттік деген қайда? Бірге тумақ болса да, бірге тұрмақ жоқ деген мәтел шын болғаны ма сонда? Сірә менде қызғаныштық, бауырмалдық сезім күштірек болса керек. Көзімнен ыстық жастың ыршып кеткен өзімде аңғармаппын. Менің көз жасымды көріп Базаргүл де еңіреп қоя берді. «Көке, сен жылайтын болсаң, мен кетпей қояйын». «Кетпессің, ар жағын Әбілқасты жақсы көріп тұрғанда мен білмеймін бе?» Базаргүл өзіме тартқан сұңғақ бойлы, ақ құба әдемі болатын. Азырақ мақтағанымды кешіресіздер. Тек мені ең гөрі нәзіктеу, биязы мінезділеу еді. Бетіне қарап едім, жаңа ғана су шайған гүлдей бір түрлі өңі сыңып жүдеп қалды. Аяп кеттім. «Өздерің біліңдер, шығарып саламыз десеңдер, шығарып салыңдар», дедім қазанбас жігітке. Сөйттім де жылап жібергенімді көздері шалып қалды. Үйден ыта жөнелдім. Далаға шығысымен өзімді өзім билей алсамшы, мұндай көңілшек осал жан екенімді бұрын білсемше. Қараңғы көшелердің орғыта айналып еңіреп келем. Адамның көз жасы көңіл жасы деген рас қой. Базаргүл болса өзінің бақыты үшін кетіп барады. Ал сонда маған не жорық деймін? Бірге туғанмен бірге өмір сүрмек жоқ. Бұным ұят емес пе? Томардай болып жас балаша егілгеніме жол болсын. Өзіме осылайша ақыл берген сайын еңірей түсем. Бұл менің әжем өлгеннен кейінгі екінші рет қайғырғаным. Қара кемпір дей салғанда Базаргүлім бар деп өзім тоқтау айтқан едім. Енді соқа басым қалғанда нені көңіліме медеу етеп, Базаргүлдің күйеуге шыққаны маған қара санымнан ет кесіп алғаннан ауыр тиіп келе жатыр. Ғажап-ай, оны Әбілқасқа күйеуге бермей біржолата жоғалтқан жандаймын. Оларды күні ертең ақ көретінім, тіпті қаперіме де кіріп шығар емес. Әрине, ертең көретінімді өзім де білемін, бірақ ертең өзге Базаргүлді, бөтен Базаргүлді көретіндей боламын. Опық сезім билеп алған мені. Сіздер менің бұл халімді бұрын түсінбеңіздер. Арқада жыл жақсы болса, арқар ауып несі бар дегендей,
көңілімді қайғы баспаса осыншама еңірер ме едім. Бос көшелерді шарлап ұзақ жүрдім, білем. Әбден қалжырайын дедім. Енді екі иығым салбырап үйіме қарай беттедім. Сәлден кейін қараңғы көшелерден шығып, жарық көшеге түстім. Коммунист даңғылы екен. Бұл Мұзтау қаласының ең салтанатты көшесі. Самаладай жап-жарық кең. Екі жағын бірдей 4-5 қабат сәнді зәулім үйлер көмкерген. Алыстан мұз заводының будақтаған түтіні шуылдаланып көрінеді. Заводқа тіркесе салынған ұзын эстетикалы темір жолдың үстінен кішкентай вагонеткелерден төгілген мұз қоқысы түнгі жалын тәрізді қып-қызыл болып төмен қарай аға жөнеледі. Тыныш, жарық, таза ауа көше көңілімді сергітетіндей еді. Оның үстіне көз жасымнан бірге көңіл кірі де кеткендей. Алғашқыда емес жан-жағыма қарай бастадым. Қыбырлаған жан жоқ, әлі автобуста жүрмеген. Көше бойлап өсіп келе жасыл жапырақтың ақ қайыңдар ұйқылы ояу мүлгіп тұр. Үлкен көшеден үйге баратын бұрышқа қарай бұрыла берем дегенде дәл қарсы алдымнан ұлбосын кездейсоқ шыға келді. Тоқтай қалдым. Сірі Базаргүлді Әбілқастың үйіне апарып сап, қайтқан беті болу керек. Аяғын кербез басып төмен қарап, қалың ойда келе жатыр екен. Мені көріп ол да бөгелді. Қайда қашып кеттіңіз деді, күлімсірей сөйлеп. Көрдіңіз бе? Қараңғы түнде жалғыз қайтуға тура келді. Өзгелеріңіз қайда? Әбілқастың үйінде қалды. Сіз неге қалмадыңыз? Түнде жүру қорқынышты ғой. Несі қорқынышты? Қыз ұрлайтын ер жігіттер қазір жоқтың қасы, деп ұлбосын әзілдей күлді. Жаныңыз ашса, ұзатып салыңыз. Бұл сөзіне қатты қуанып кеттім. Бірақ сыр бермегенсіп. Алыста тұрасыз ба? Көңілі алыс адамға алыс, деді қыз тағы да әзілдей күліп. Ал мен көңілі жақын адамға алыста болса жақын ғой деп мен де күлдім. Ұлбосынға қарай еріп кеткенімді өзім де білмей қалдым. Айлы түн, ашық аспан, сыр жерді самсаған жұлдыз жымыңдасқан, көңілім әбден жадырап кеткен. Жанымда ырғалы басқан сұлу қыз әлсін-әлсін ұрлана көз тастап, сыңғырлаған күліп, бірдеңелер айтып келеді. Мас жандай дел салмын, дауысы жүрегімді қытықтап, сөзімнің көбін ұқпағандаймын. Тек сіз даңғайыр ақын жанды суретші адам екенсіз. Осы күні жұрт қарындасының күйеуге шыққанына жыламақ түгіл деген секілді жаныма жылы тиер сөз ғана үзіліп барып санама жетеді. Құмартқан көңіл тіпті басқа жақта. Анда-санда денесіне не қолым тиіп кетсе, көңілдегі арман бұрынғысынан да ұлғайып ұшқындай түскендей. Ойымды бір ыстық жалын билеп, жүрегім лүпіл-лүпіл соғады. Қара жерді қас басып келе жатқандай емес, бір бақыт бұлтының құшағында қалқып кеткендей сезінемін. Қанша жүрегіміз есімде жоқ жүргеніміз. Қаланың шетіндегі 3 қабат үйдің жанына келіп тоқтағанында ғана Ұлбосынның пәтеріне жетіп қалғанымызды бірақ білдім. Көп рахмет әкеп салғаныңызға, деді Ұлбосын. Ұзын саусақты қолын беріп сөйтті де тағы да қалжыңдай күлімсіреді. Жалғыз қайтуға қорықпайсыз ба деп. Өзінен бөлінгім келмей тұрғанын жасыра алмай, кібіртіктеңдей міңгірледім. Қорыққанмен амал бар ма? Қыз әзілде қақтықты. Мені шығарып саламын деп үйіңізден тым алыс кетіп қалдыңыз ғой. Алыс деп ауылыңа бармайсың ба? Тым шаршап тұрғандайсыз деп қыз сәл езу тартты. Жалғыз қайтқыңыз келмесе менің үйіме қона салыңыз деді. Үйдегі кісілерге сөгет көрініп жүрмесе болды ғой деді. Қорықпай-ақ қойыңыз ағай, жалғыз тұрам, деген қыз енді сыбырлай күлді. Және сіз жататын жеке орын да табылады. Мен жауап берудің орнына Ұлбосынды қолтықтай қараңғы дәлізге қарай асыға басып жүре бердім. Оқырмандар, 2 бөлімін күтіңіздер.